Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мерген жұлдыз белгісінде туған жандарға арналған ақпан айына болжам жасайтын боламыз. Кәне кеттік. Ақпан айы қандай болады екен? Жалпы энергия бойынша қандай ай болады екен? Ойланасыз. Бір ресми тұрғыдан бір шешімдер қабылдайсыз. Мүмкін біреуге көмектесу шығар. Қайырымдылық. Не болмаса бір мемлекеттік мекемемен бір жасайтын құжаттармен жұмыстарыңыз болуы мүмкін. Немесе бұрыннан бері қабылданбай тұрған шешімді қабылдайсыз. Бірақ сіз именно шешім қабылдау позициясында боласыз. Не болмаса бір бұрыннан бері дұрыс жасалмай жүрген құжаттарыңыз болса, мүліктің құжаттары, не болмаса жалпылай бір құжаттар, бір ресми істер, құжаттармен связанный, немесе өзіңіз бір көпшіліктің ортасына шығып бір жұмыс атқаратын шығарсыз. Мүмкін отбасының ішінде бір шешілетін шешім болу керек шығар, именно шешім қабылдау. Бір әрекет өзіңіздің жеке өмірлік емес, именно бір ресми шешімдер. Ары кеттік. Әрекеттер. Қандай әрекеттер болады екен? Айдың басында, айдың аяғында. Активность. Қандай әрекетте боласыз? Демек, сіз бір көбейту. Бұл дегеніңіз бір отбасылық ситуацияларды алатын болсақ, онда бір үй тіршілігі бойынша әрекеттер. Не болмаса бір істер болуы мүмкін, жұмыста. Не болмаса отбасылық жағдайды қарайтын болсақ, бір туыстардың басын қосып деген сияқты, Не болмаса сіз әйел адам, күйеуіңіз, отбасыңыз бар болса, онда именно сізден тәуелді бір ситуациялар болады. Бәрінің басын қосып деген сияқты, Содан кейін бәлкім бір бұрыннан бері атқарылмай тұрған бір іс бар шығар, бір ремонт жасау деген сияқты, ондай ситуациялардың бәріне мотивация беретін әйел адам, именно әйел адамның бір көбейту энергиясы, бір андай бір берекелік бір әрекет десе болады. Бұл айдың басында, соңген айдың аяғында енді бір тіршілік, активная, бурная деятельность. Бұл дегеніңіз бір асығыста бір әрекеттер болады. Мүмкін жол жүресіз, сапар болуы мүмкін, не болмаса бір әрекет болуы мүмкін жалпы. Орныңызда отырмайсыз, мергендер. Орындарыңызда отырмайсыздар, бір әрекетте боласыздар. Ары кеттік. Қандай ситуацияларға дайын болу керек? Енді бұл қандай ситуациялардың бәлкім алдын алуға болатын шығар деген сияқты сұрақ қоюға болады. Өкінішке орай бір жаралы сезім, жаралы жүрек ситуация орын алуы мүмкін. Біреу сіздің жүрегіңізді ауыртатындай бір ситуация болуы мүмкін. Түсінесіздер ғой, енді жаралы жүрек деген, біреу ренжіту, біреуге сөзге келіспей қалу, мүмкін бірдемені ұмытып кету, содан кейін әттеген ай дейтіндей. Жүрегім ауырып тұр деген сияқты, бірдеңкені жоғалтып алу шығар. Содан кейін ренжисіз, өкпелейсіз, бірақ соның өзінде алдыға ұмтыласыз. Реніш, өкпе болса да, ары қарай қадам жасаймыз. Әрине, адам баласы болғаннан кейін
қандай реніш болсын, қандай өкпе болсын, алдыға қарай ұмтыламыз, иә. Енді ары қарай кеттік. Карьера, жұмыс, финансы жағы қалай болады екен мергендерде? Карьера, жұмыс, финансы. Жұмыс картасы. Егер сіз жұмыс таба алмай жүрсеңіз, жұмысқа орналасайын деген мақсат болса, онда міндетті түрде жұмысқа орналасу ақпан айының басында. Сіз өз жұмысыңызды атқарып отырсаңыз, онда сіздің жұмысыңызда демек ақша қосылу болады. Өзіңіздің шеберлігіңізді ары қарай дамытасыз деген карта. Содан кейін сіз бизнес иегері болсаңыз, онда өз шеберлігіңізді көрсете келе десе болады, иә, бір табысқа жетесіз деген сөз. Бұл айдың басы, ал айдың аяғында қанағат, бақыт, табысыңды алақаныңда күтіп ұстап отырсың. Табысың берекелі. Бұрыннан бері атқарып отырған бір жұмысың болып, соның нәтижесі болмай жүрсе, соның нәтижесі болады. Бұрыннан бері қайтарылмай тұрған қарызыңыз болса, қарызыңыз қайтарылады. Өзіңіз қанағат болатындай материалдық ақша жағынан ситуация болады. Ары қарай кеттік. Бұл дегенің енді эмоция жағынан қандай күйде боласыздар, мергендер? Эмоция. Мергендер қуанасыздар. Қуанышыңызда шек жоқ болып, төгіліп тұрған бір қуаныш болады. Қуанасыз. Толық прям кеудеңе сыймай тұрған бір қуаныш жағдай болады. Бұл айдың басы және де айдың аяғы. Айдың аяғы өкінішке орай кішкене бар ғой, жалығамыз, мергендер. Бір кішкене бүйтіп скучный болып бір, мен бір жаңа бірдеменімен айналыссам ғой, осы жұмыстан жалығып кеттім деген бір күйде боласыздар ғой, состояние болады ғой, сондай ғой. Именно андай жалығып жату емес, жалығып жататын бұл басқа карта. Именно жалығып, интерес жоғалтып, жаңа бір дүниеге ұмтылу. Ал енді мергендер, ақпан айы ақша жағынан әйбат күшті түсіп тұр. Эмоция жағынан айдың басында қуанасыз да, аяғында кішкене жалығу бар. Енді кішкене жүрек ауыртатындай бір ситуация орын алуы мүмкін. Ал әрекет жағынан, әрекетте боласыздар. Әрекет, ұмтылу. Жақсы достар, мергендер, сау болыңыздар. Хабарда болайық, комментарий жазыңыздар. Жеке консультация керек болса, каналдың описаниясында менің WhatsApp номерім жазылған. Сау болыңыздар.